Мен студентпін. Менің мақсатым сапалы білім алу. Мен адалдық қағидатын ұстанамын. Себебі нағыз білімді сатып алуға болмайды. Жетісу өлкесінің елшісі бола отырып, барлық студенттерді адал, шынайы және парасатты болуға шақырамын. Мой долг спасать людей, независимо от их статуса и положения. Ведь человеческая жизнь бесценна. Я призываю всех коллег и граждан нести свою службу честно и добросовестно. Я предприниматель. Для меня самое главное – доверие моих гостей. Поэтому всех предпринимателей Алматинской области я призываю вести бизнес честно и добропорядочно. Мен дәрігермін. Мамандығым емдеушілердің сенімін ақтауға талап етеді. Өйткені адам өмірі менің әрекетіме байланысты. Денсаулық сақтау саласында жемқорлыққа жол болмауы тиіс. Сондықтан әріптестерімді адалдық пен кәсібилікке шақырамын. Мое призвание спасать людей ценой своей жизни из горящего пламени. В моей деятельности нет места безразличию. Поэтому я призываю всех вас к добропорядочности и честности. Как журналист призываю всех государственных служащих быть открытыми, честными и порядочными. Мен полиция қызметкері, қоғам қауіпсіздігіне жауаптымын. Сондықтан ашықтық пен қолжетімділік бірінші болуы тиіс. Өзімнің әріптестерімді адал жұмыс атқаруға шақырамын. Я педагог, а педагог – это тот человек, который призван передавать молодому поколению все самое ценное, духовное, нравственное. Наша цель – воспитывать добропорядочное поколение. Поэтому я призываю всех своих коллег добросовестно выполнять свой педагогический долг и быть примером всем. Мен мемлекеттік қызметші парасаттылық елшісімін. Әріптестерімді адал әрі парасатты болуға шақырамын. Бұл принциптермен еліміздің елеулі дамуына үлес қосуға болады. Біздің міндет халыққа қызмет. Біздің кәсіптеріміз әртүрлі, бірақ құндылықтарымыз бір. Әділдік, парасаттылық, сенім.